Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз асқабақтан мармелад жасаймыз. Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы будем готовить мармелад из тыквы. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылды. Все необходимые ингредиенты прописаны в описании под видео. Асқабақты майдалап тураймыз. Мелко нарезаем тыкву. Асқабақтың бетін жауып тұратындай су құямыз. Тыкву заливаем водой до верха. Отқа қойып қайнатамыз. Ставим на огонь варить. Қайнағаннан кейін баяу отта 2-3 минут қайнатамыз. Как только тыква закипит, варим 2-3 минуты на медленном огне. Суын төгіп, асқабақты блендермен біркелкі масса болғанша еземіз. Сливаем воду и измельчаем тыкву до однородной массы с помощью блендера. 200 грамм қант қосамыз. Добавляем 200 грамм сахара. Жарты лимонның шырынын қосамыз. Добавляем сок половины лимона. Қайтадан баяу отта қайнатамыз. Снова кипятим на медленном огне. 14 грамм агар-агарға 8 ас қасық су қосамыз. К 14 граммам агар-агара добавляем 8 столовых ложек воды. Қайнап жатқан асқабағымызға агар-агарды қосып, тағы да 3 минут қайнатамыз. Кипящей тыкве добавляем агар-агар и кипятим еще 3 минуты. 100 грамм мейіз қосамыз. Добавляем 100 грамм изюма. Массамыз қойылына бастаған кезде алдын ала майланып дайындалған ыдысқа құйып, салқын жерге қойып, толықтай суытамыз. Смазанную маслом посуду сливаем наше тыквенное пюре и ставим в прохладное место до полного остывания. Біздің мармеладымыз қатты. Енді қажетті формада оны кесеміз. Наш тыквенный мармелад остыл. Теперь мы его нарежем в нужной нам форме. Егер де сіз мармеладты өте тәтті болған қаласаңыз, онда қант ұнтағын сепсеңіз болады. Если вам нравится сладкий мармелад, то вы можете его посыпать сахарной пудрой. Мінеки достар, біздің асқабақ мармеладтарымыз дайын болды. Друзья, наш тыквенный мармелад готов. Осындай мармеладты балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Обязательно попробуйте приготовить такой мармелад для ваших детей. Каналыма тіркелуді, комментарий жазуды және видео рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар. Не забывайте подписаться на мой канал, оставить комментарии, и если вам понравился видеорецепт, то не забывайте поставить лайки. До встречи в следующем видеорецепте. До свидания.